Хинзап деген шайтан бар. Атуман ибн Абулас айтады. Бірде пайғамбарымызға барып, "О Алланың елшісі, шайтан намазыма кедергі келтіріп, оқығанымды шатастырып жібереді" дедім. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, "Ол хинзап деген шайтан. Егер сен оны сезсең, сол жағыңа 3 рет жеңіл түкірікпен деп жаса, және Алладан одан пана сұра" дейді. Бұл хинзап адам баласының намазын ұрлайтын шайтан. Бұның жұмысы сол. Аллаху акбар деп намазға тәкбір алған кезде ол сіздің құлағыңызға келіп әртүрлі нәрселерді салады. Жұмысыңыз, үйіңіз, отбасыңыз, проблемаларыңыз, қарызыңыз баршасын салып тұрады. Сол кезде не істе дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим" деп сол жағыңа 3 рет жеңіл түкірікпен деп жаса дейді. Яғни бұл сол жаққа жасау мәселесінде жүзіңіз біріншіден қыбладан бұрылып кетпеу керек. Екіншіден қасыңыздағы ғибадат жасап тұрған адамға жаңағындай бұрылып, оған кедергі жасамауыңыз керек. Үшіншіден біреулер жаңағы түкіріп жатқан кезде деп дауысын шығарып қасындағы адамға кедергі келтіріп жатады. Ондай емес. Бұл жерде жеңіл ғана, қазақша айтқанда 3 рет үшкіріп қоясыз, болды, жеткілікті. Неге бұл нәрсе маңызды? Себебі намаз деген бұл тек қана қимыл әрекеттен тұратын дүние емес. Намаз сіздің ішкі жан дүниеңізді Аллаға арнау, яғни хушухпен оқылатын дүние. Хушух деген намазда сіз Алла тағаланы сезу, жүрегіңізді, ықыласыңызды Аллаға беру деген нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады, бір пенде намаздан шықты, бірақ Алла тағаланың алдында оның оқыған намазының 10-нан 1 ғана сауап болып жазылды. 9-дан 1, 8-ден 1 немесе жартысы ғана сауап болып жазылды дейді. Яғни сіз намазды толық оқыдым деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ сіздің оққан намазыңыздың Алланың алдындағы жазылып тұрғанының дәрежесі өте төмен болуы мүмкін. Сол себепті намаздағы ықылас, намаздағы ойыңыздың жинақы болуы өте маңызды. Сол үшін осы практиканы сіз намазыңызда міндетті түрде жасап көріңіз, және әр намазыңызда ықыласыңыз бөлінген сайын, ойыңыз шашыраған сайын жасаңыз, себебі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахих Муслимдегі келген хадисімен дәлелді болып келген дәйек.